Сәлем достар, Let's Cook KZ арнасына қош келдіңіздер. Бүгін жұмыртқадан дайындалатын өте дәмді тағам пісіреміз. Рецепт қызық болса, оны соңына дейін қарап, менімен бірге дайындаңыздар. Әуелі достар, қамыр дайындаймыз. Ол үшін ыдысқа 80 грамм су құйып, бір жұмыртқаны жарып, және бір шай қасық тұз қосып араластырамыз. Мен оны істеуге ұмытып кетіппін. Және осыған еленген 250 грамм ұн қосып, қаттылау етіп, қамыр илейміз. Енді қамырды пакетке салып 20-30 минутқа тындырып қоямыз. Ал қазір өзіміз бұл тағамның салмасын дайындайық. Ол үшін ыдысқа 5 жұмыртқа жарамыз. Және 150 грамм сүт құямыз. Соңында дәміне қарай тұз бен қара бұрыш қосып, бір келкі болғанша араластырамыз. Осымен салма дайын достар, қамырда демалып өте жақсы жұмсарды. Енді стөлге кішкене ұн шашып, қамырды алдымен осылайша қолымызбен үлкейтіп алып, одан кейін оқтаумен жаюды жалғастырамыз. Қамыр қатты жұқа да қалың да болмай, қалыңдығы орташа болғаны дұрыс. Мінеки достар, қамырды жайып болдық. Енді осындай форманың көмегімен оны кесіп шығамыз. Бұл форманың диаметрі 10 см, негізі 4 бұрыш етіп кессеңіздер де болады. Ал қазір достар, қамырды мінеки осылайша видеода көрсетілгендей өте жақсылап, мықтылап тұрып біріктіреміз, және оның бір шетін міндетті түрде ашық қалдырамыз. Ал енді жаңағы салмадан құйып, қамырдың аузын жақсылап жауып, оны бірден қайнап тұрған тұздалған суға салып пісіріп аламыз. Негізі достар, бұл тағамды 2 адам болып пісіру керек. Бір адам қамырды бір-біріне жабыстырып, ал екіншісі салмасын құйып пісіріп тұрса, әлдеқайда оңай және тез болады. Жалғыз болып бұл тамақты пісіру өте қиын, сондықтан міндетті түрде үйде көмектесетін адам болған кезде ғана пісіріңіздер. Мінеки достар, біздің тағам дайын. Оны табаққа түсіріп, сыртына сары май жақсаңыздар да болады, және бұл тамақты айран немесе қаймаққа батырып жесеңіздер өте дәмді болады. Сіздерге бұл тағамды дайындап көруге кеңес етемін. Өзіңіздің де отбасыңыздың да көңілінен шығары сөзсіз. Достар, бұл рецепт сіздерге ұнады деп сенемін. Олай болса, маған қолдауларыңызды көрсетіп, видеоға лайк басып, пікір қалдырып, дос құрбыларыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Видеоны қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болайық.